Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сосиска тесті дайындаймыз. Қамыры өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ниеттерді жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суға дәміне қарай тұз, құмшекер және трош қосып араластырамыз. Пістемей қосып тағы да араластырамыз. Онда біртіндеп қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін кішкене пістемей құйып илеп жібереміз, сонда көтерілгенде шет-шетінен жабыспайтын болады. Енді қамырдың бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Оған дейін сосискаларды ашып, дайындап қоямыз. Сосисканы осылай екі бөлікке бөлсеңіздер болады. Қамыр көтеріліп дайын болды. Енді мен ыңғайлы болсын деп, осылай екіге бөліп, үстелге ұн сүйіп жайып алдым. Жайылған қамырды видеодағыдай кесіп шығамыз. Енді сосискаларды алып, қамырға осылай ораймыз. Барлығын солай орап болып, бетіне жұмыртқаны араластырып жағамыз. Күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Осымен сосиска тесті дайын, жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Видеомнан лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.